Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Осы күндері 2024 жылы Германия елінде өтетін футболдан Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңінің 6-шы тур ойындары өтіп жатыр. Ал 3-4 күн бұрын 5-ші тур ойындары өткен болатын. 7-ші және 10-ші қыркүйек күндері Астана аренада еліміздің құрама командасы да өз ойындарын өткізді. Олардың қарсыластары сәйкесінше Финляндия және Солтүстік Ирландия елдерінің командалары болды. Айта кетейік, осы ойындар қарсаңында, яғни 4 тур қорытындысы бойынша Қазақстан командасы Финляндиямен бірге бірінші және екінші орындарда бөлісіп тұрды. Оларда 9 ұпайдан болған еді. Қазақстан бірінші турда өз алаңында Словения командасына есе жіберді, ал екінші турда Дания командасын қабылдап 3-2 есебімен сенсациялық жеңіске қол жеткізген еді. Ол ойынның бірінші тайм қорытындысы бойынша 0-2 есебімен жеңіліп жатқан біздің жігіттер екінші таймда 3 жауапсыз гол салып айда аспанға шығарған болатын. Осы камбэктен кейін шабыттанды ма, олар сырт алаңда Сан-Марино мен Солтүстік Ирландия командаларын жеңіп келді. Ал Финляндия командасына келетін болсақ, олар бірінші турда Даниядан жеңілсе, екінші турда Солтүстік Ирландияны жеңді. Үшінші турда Словенияны және төртінші турда Сан-Мариноны жеңген болатын. Сондықтан 7-ші қыркүйектегі Қазақстан-Финляндия ойыны топ көшбасшыларының ойыны болды. Бұл құрама командалар осыған дейін 4 рет кездескен еді және оның 4-інде де финдер жеңіске жеткен болатын. Ал 5-ші кездесудегі ойын барысы көшбасшылар кездесуіне сәйкес болмай шықты. Командалар сақ ойнады, қатты ашылмады. Оларды түсінуге болады, өйткені бұл өте маңызды ойын болды. Еуро 2024-ке арналған жолдама тағдырының біраз шешілетін ойыны еді. Бұл жеңіске жетіп 3 ұпай алған команда өз мүмкіндігін едәуір жақсартып алатын ойын болды. Астана аренадағы атмосфераны да атап өту керек. Жанкүйерлердің көбі матч басталмай жатып стадионға жинала бастаған. Әндетіп Қазақстан жалауын желбіретіп қолдап отырды. Керемет футбол тойы өтті десек те болады. Финляндия командасының ойыншысы Пуккидің сөзіне қарағанда, олар алаңда бірін-бірі кей кездерде естімеген екен. Ойын барысында Қазақстан командасының біраз мүмкіндіктері болды, бірақ ол мүмкіндіктер голға ұласпай жатты. Қарсылас команда да қарап қалмады. Құрамында үздік лигаларда өнер көрсететін ойыншылары бар бұл команда деңгейінің Қазақстанмен салыстырғанда жоғарылығы байқалып тұрды. Біздің жігіттер алғашқы минуттардан бастап гол салуға тырысқан. 7-ші минутта Бақтияр Зайнуддиновтың соққысы қақпадан қисық кетті. 8-ші минутта Асқат Тағыбергеннің керемет пасынан кейін Исламбек Қуатта да мүмкіндік болған. 26-ші минутта Бақтияр Зайнуддиновтан пас алған Абат Айымбетов фин қорғанысын бұзып өтуге әрекет жасады. Бірақ жалғыз өзіне ол қиын болды және сәтсіз аяқталды. Оның үстіне оны қарсылас команданың бір емес 4 ойыншысы бақылауда ұстаған еді. 28-ші минутта Ян Вороговскийдің көтерген тобы немістің Байер Леверкузен командасының голкипері Лукас Градецкий қорғаған қақпаға еніп кете жаздады. 35-ші минутта қонақ команданың шабуылы кезінде доп Марочкин арқылы біздің қақпаға еніп кетеді. Бірақ бәріміздің қуанышымызға орай ол автогол есепке алынбады. Өйткені доп осының алдында аутқа шығып кеткен еді. 41-ші минутта Аслан Дарабаевта да мүмкіндік болды, бірақ оның соққысын қарсылас команданың қақпашысы қайтарады. Екінші таймда біздің командада бірінші таймдағыдай көп мүмкіндіктер болған жоқ. 62-ші минутта фин ойыншысы Шюллердің жойқын соққысын Шацки тамаша қайтара білді. Ойындағы есеп 78-ші минутта ашылды. Өкінішімізге орай матчтағы осы жалғыз голды Финляндия құрамасы салды. Гол авторы Оливер Антман болды. Тыңнан шыққан Самародов, Оразов, Тапалов, Чесноков және Тусмағамбетов қанша тырысқандарымен ойындағы есепті теңестіре алмады. Өкінішті жеңіліс. Футболшыларымыз да матч соңындағы сөздеріне қарағанда өте өкінуде болды. Бірақ сонымен бірге келесі матчқа деген қатты сенімдері бар екенін және барларын салатынын айтып жатты. Ал Финляндия бапкері Канерва матч соңында фанаттарға және бүкіл Қазақстанға рахметін айтты және Хельсинкиға шақырған болатын. 3 күннен кейін біздің жігіттер тағы да Астана аренада 6-ші тур ойынын өткізді. Бұл жолғы қарсылас Солтүстік Ирландия командасы болды. Солтүстік Ирландия командасы 3 күн бұрын Словенияда ойын өткізіп, алаң иелеріне есе жіберген еді. Есеп 4-2. Солтүстік Ирландия командасының өткізген алдыңғы ойындарының нәтижелерін назарларыңызға ұсынамыз. Көріп отырғандарыңыздай, осы іріктеу турнирі аясында бұл екі команда өзара ойын өткізген болатын. Қазақстан қарсыласын қонақта Белфаст қаласында өткен ойында 1-0 есебімен жеңді. Ол матчтағы жалғыз голды 88-ші минутта Абат Айымбетов салған болатын. Солтүстік Ирландия командасы турнирлік кестедегі жағдайын қиындатып алса да, бұл ойын әрине олар үшін де маңызды
маңызды болды. Өйткені бір командадан рейтинг бойынша өзінен төмен Қазақстаннан 2 рет ұтылу оларға ауыр тиері анық. Оның үстіне жанкүйерлері де мұндайды кешіре қоймайды. Солтүстік Ирландиямен ойында Абат Айымбетов қосалқы құрамда отырды. Ал ойынның алғы шебінде Максим Самородов жүрді. Оған қоса Бақтияр Зайнутдинов пен Рамазан Оразовтар болды. Ал қапталдан Ян Вороговский мен Еркін Тапаловтар төніп тұрды. Стадионды лық толтырған жанкүйерлердің алдында, оның үстіне стадионда болмаса да үмітпен қадағалап жүрген қазақ елінің алдындағы жауапкершілікті біздің футболшылар жақсы түсінді. Барларын салды, шабуылдады. Осындай ойындардың нәтижесін олар 27 минутта көрді. Абзал Бейсебековтен пас алған Максим Самородов бильярд соққысындай соққымен допты қарсылас команданың қақпасында тулатты. Керемет гол. Қуанышымызда шек болмады. Өткізген голдан кейін қарсылас команда жиналыңқырады, есепті теңестіруге әрекеттер жасады. Соның бірі 42 минутта болды. Біздің қақпаның алдында өте қауіпті жағдай орын алды. Қуанышымызға орай гол салған шабуылшымыз Максим Самородов артқа қарай да соңына дейін ойнап қақпамызды бұл қауіпті жағдайдан қорғай білді. Ал Нұралы Әліп ол қауіпті жағдайды жойды. 49 минутта да Солтүстік Ирландия ойыншысы Вашингтонда гол салып кететін өте жақсы мүмкіндік болды. Қақпашымыз Шацки реакцияның ең жоғары деңгейін көрсетіп, қақпамызды голдан аман алып қалды. Ал назарларыңызда Шацкидің өзінің реакциясына жасаған реакциясы. Мүмкін ол гол сала алмаған қарсылас футболшыға тілін шығарған шығар. Біздің футболшылар екінші таймда да шабуылға шығып тұрды. Соның ішінде капитан Асқат Тағыбергеннің 80 минутта алыстан жасаған ғаламат соққысын атап өтуге болады. Бірақ оны қарсылас команданың қақпашысы қайтара білді. Осы ойында біздің жігіттер жарады. Әсіресе қорғаушыларымыз өте жинақы және тиянақты ойнады. Дер кезінде қажетті орыннан табыла біліп жатты. Қауіптердің бетін сейілте білді. 1-0 есебі матч соңына дейін сақталды. Қазақстанның тарихи жеңістері жалғасуда. Іріктеу тобында әзірге 12 ұпай жинап тұрмыз. Осыған дейін 10 ұпайдан аспаған екенбіз. Яғни бұл біздің жаңа рекорд. Құтты болсын ағайын. Іріктеу ойындары әлі аяқталған жоқ. Еуро 2024-ке берілетін екі жолдаманың біреуін иемденеміз деп соңына дейін сенейік. Осымен Қазақстан құрама командамыздың ойындарына шолуымыз аяқталды. Келесі кездескенше, жеңісті күндерде кездескенше сау болыңыздар ардақты ағайын.